Құланға барсаң құмартып қарақан дәуірі мұнартар. Тұрар Рысқұлов ауылының тарихы бар, бір атанға жүк артар. Армысыздар ардақты ағайын, Әулие ата әлеуеті бағдарламасы Құлан ауылы Сұлутөрдің баурайында. Тұрар Рысқұлов ауданы Жамбыл облысының оңтүстігінде орналасқан. 1938 жылы Луговой ауданы болып құрылған. 1999 жылдан бастап қазіргі атымен аталады. Аудан 43 елді мекен 15 ауылдық округке біріктірілген. Жер көлемі 968 мың гектар. Жамбыл ауданы, Байзақ ауданы, Мойынқұм ауданы, Меркі ауданымен және Қырғызстан мемлекетімен шектеседі. Бағдарламаның түсірілім тобы ең бірінші аудан басшысына жолығуға келді. Енді біздің ауданымыз егімен мал шаруашылық ауданы. Енді ауыл шаруашылықтың егімен ауыл шаруашылықтың өнімі былтыр 56% құраса, биылғы жылға біздің мақсатымыз 58-9% құрайын деп отыр. Өндірісіміз былтыр 6% құраса, биыл 10-5% құрайын деп отыр. Жылдан жылға біз мақсат өзіміздің ауданымыздың даму бағдарламасымен соған өсім кетіліп отырмыз. Жоба бойынша қазір биоинженерліктің компания, немістің компаниясы келейін деп отыр. Біз оларға 20 гектар жер бөлдік. Олар сол 10 гектарына биоинженерный завод салады. Мынау бидайдың 4-5 класс бидайының олар биогаз жасайды. Биогаздан электр қуатын жасайды, 4-9 мегаватт. Одан кейін минеральный удобрение жасайды, тыңайтқыштар. Оның бәрі ауыл шаруашылық егіндік жерлеріне үлкен пайдалысын тиеді. Елімізді бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына қосуда көлік саласын әлемдік жүйеге енгізу маңызы орасан. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бүгінде еліміздегі темір жол желісін жаңарту, қозғалыс қауіпсіздігі, жеткізу мен қызмет көрсету шапшаңдығы жағынан әлемдік стандарттар талабына сай болу міндетін қойып отыр. Мұна Шойынжол Ақтөбенің рельс зауытынан әкелінеді. 100 метрлік ұзындықта. Осы кәсіпорында олар бір-бірінен дәнекерленіп, дайын өнім ретінде Қазақстанның барлық аймағына таратылады. Бұл жерден жылына 291 шақырым темір жол шығарылады. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамында үлкен шаралар қолға алынған. Болат жолға ұзындығы 800 метр рельстер төселуде. Мұның өзі пойыздардың қозғалыс қауіпсіздігін және жылдамдығын арттырып, шығындар мен шуды азайтуға мүмкіндік беруде. Ортақ іске Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының филиалы Луговой рельс дәнекерлеу кәсіпорнында үлесін қосуда. Бірінші кезде 55 адам штат болатын, қазіргі кезде 300-ге таман штат ашылды. Биылғы планымыз бойынша 291 километрдің 207 километрін уже орындап қойдық. Негізінде келетін рельстер Ақтөбенің жаңадан ашылған, Қазақстан бойынша ашылған заводына келіп жатыр. 100 метрлік рельстер ұзындығы, соларды негізгі Қазақстан бойынша, Қазақстан темір жолы бойынша барлық жерге жеткізіп, өзіміздің спецсоставпен барлық жерге апарып жатырмыз. Бұл жұмыстың барлығы Украина және Ресейден әкелінген 7 қондырғы да жасалады. Зауыт 365 күнде 300 шақырым рельс дәнекерлеуі тиіс. Тапсырма жыл сайын артығымен орындалып келеді. Ана жерде мен жұмыс істеп жатқаныма 19 жыл болды. Сваркада істеп жатқаныма 15 жыл болды. Менің негізгі жұмысым мына сварочный машина. МС-63 дейді, стыковать ету сварка осыны. Плет дейді, бірін-біріне жалғау рельсті. Стык деп есептейміз біз варт еткен стыктарымызды күнде 20-22. Қазір мұнда қазақстандық үлес 100% құрайды. Белгіленген тапсырманы асыра орындау жаңа жұмыс орындарын құруға игі ықпалын тигізуде. Зауытта соңғы 2 жылда 50 жаңа жұмыс орны құрылған. Жұмысшылардың орташа айлық жалақысы 120 мың теңге. Әрбір өндірілген тауарды мамандар тиянақты сынақтан қатаң тексеруден өткізеді. Технология процесс бойынша рельстерді түйістірінде ең соңғы пост болып есептелінеді. Бұл постта түйіскен жердің рельстерінің ақаулары бар ма, жоқ па, соны ультразвукпен тексереді. Мынау постта істейтін 8 адам, 9 адам бар осы жерде.
Бізде олар круглосуточный жұмыс істейді, негізінде күндіз-түні 24 сағаттан 4 ауысым бойынша жұмыс жасайды. Негізгі аппараттардың бәрі уже 3 ай сайын тексеріліп тұрады, бізде бәрі оқып келген адамдар, уже 20 жыл, уже 15 жылдан стажы бар. Бағдарламаның түсірілім тобы Рысқұлов ауданындағы шаруасы шалқып тұрған наубайханаға келді. Рысқұлов ауданында орналасқан бұл наубайхана Меркі ауданының Шу ауданын және осы Рысқұлов ауданын нанмен қамтамасыз етіп отыр. Күніне 2400 бөлке нан шығарады екен. Халықты нанмен қамтып отырған үлкен наубайхана. Іші жарық, айнадай таза. Бізді жаңа піскен нанның хош иісі қарсы алды. Қамырды еліп, оны саламыз, су құйылады, еленеді. Деген қамырды солға тастаймыз. 600 граммдан өлшеп, формаға салынады. Формадан рассойка кереді. 45 минут, 50 минут тұрады, көтеріледі. Подъем. Подъем көтеріп, пешке кереді. Пеште заводской 240 градуста кіреді, 45 минут піседі. Ассортименттер бар, разный болып. Лаваштар 14 минутта піседі. 240 градусқа піседі оларда. Батондар 220-ға 13 минутта, 17 минут нелері бар. Разный, әр батон әр минутта піседі. Бұл жерде 15 түрлі тоқаш пісіріледі. Бір ауысымда 12 адам жұмыс жасайды екен. Орташа жалақылары 50 мың теңге. Ең бірінші жаңа халықнан дейміз ғой, заводскойнан шығарамыз. Одан кейін жаңаға түрлі булочкасы бар, бородинский, қара оннан шығаратын нандар бар. Оны енді жан-жақтан Ақтоғаннан аламыз, Астанадан. Потому что біздің нанымыз енді бір онмен шықпайды. 3-4 ондан бастап шығарамыз. 2013 жылы Ревент деген пештер алдық Швециядан. 2 пеш. Одан кейін осы биыл Турцияның Фимак деген пештерін пайдаланып жатырмыз. Бүлдіршіндер үшін балабақша ата-ана берген тәлім-тәрбиені жалғастырушы. Біз күн санап дамып, басқа өмір саласында жетістіктерге жетсек те, бала тәрбиесі бір сәтте назардан тыс қалмауы тиіс. Қазір біз Конституция күніне 2 балабақша бердік. Президент күніне 2 балабақша берейік деп отырмыз. Тәуелсіз күніне 2 балабақша берейік деп. Бүгін ауданның көрсеткіші бірден 6 жасқа дейін 82% құрап отыр. 3-тен 6 жасқа дейін 97% құрайын деп отыр. Қазір ана балабақшаларды біз берсек, біз 3-тен 6 жасқа дейін 100%-дан орындаймыз. Бала жас тал болса, ал ересектер оған бағбан болуы ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан игіз. Бағдарламаның түсірілім тобы Аяна балабақшасына келді. Құлан жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100 орындық Аяна жекеменшік балабақшасын құрылтайлық етіп 2015 жылы ашқан болатын. 2017 жылы қасына қосымша ғимарат салынып, осында тәрбиеленетін бүлдіршіндердің саны 150-ге жетті. Қазіргі заманауи талаптарға сәйкес құралдармен жабдықталған, сол сияқты қызметкерлердегі мамандар, талапқа сай мамандар қамтамасыз етілген. Ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тілі сияқты сабақтар өтіп отырады. Сонымен қатар барлық іс-шараларға, аудан көлеміндегі іс-шараларға, облыстық көлеміндегі іс-шараларға да қатысып отырмыз. Балабақшаны қазір дамыту бағытында көп жұмыстар атқарылып жатыр. Қазір Аяна балабақшасында 45 маман жұмыс істейді. Құлан жолдары жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы қосалқы шаруашылық құрып, балабақшаны азық-түлікпен қамтамасыз етуді жолға қоюда. Серіктестік қарамағында 2 гектар алма бағының жемісі осында жеткізіледі. Бұған қоса 8 сауын сиыр ұстап отыр. Яғни бүлдіршіндер таза табиғи сүт ішуде. Негізінен балабақша жекеменшік болғандықтан енді біз балаларға жаңағы тамағасын бәрін өзіміздің өнімдермен қамтамасыз етеміз. Оның үшін мына жерде малдар бар, бордақыланған малдар етін өзімізден аламыз. Сүт өнімдерінің барлығы, ірімшік, құрт, айран деген бәрі өзіміздің өнімдермен, таза өнімдермен береміз балаларға.
Ал шыбықты қалай ексең, солай қарай бой түземек. Бала да солай. Бұған ас қатпаған балғынның бағытын дұрыс бағдарласаң, бағы ашылмақ. Ал сол тәлім, тәрбие мынандай балабақшадан басталады. Бүгінгі күні бұл балабақшада 165 бала тәрбиеленуде. Бағдарламаның түсірілім тобы Тұрар Рысқұлов аудандық тарихи өлкетану музейіне келді. Мұнда 3 экспозициялық зал жұмыс жасайды. Олар археологиялық, этнографиялық және тарихи зал. 2010 жылғы қазан айының 1-ші жұлдызына дейін Жамбыл облыстық тарихи өлкетану музейінің Тұрар Рысқұлов аудандық бөлімі болып, аудандық мәдениет үйінің ішінде орналасқан болатын. 2015 жылдың мамыр айынан бастап 1901 жылы қабырғасы қаланған ғұмырлы ғимаратқа көшірілді. Тарихи ғимарат, осы ғимаратта орналасқан, 1901 жылы салынған ғимарат екен. Осы ғимаратта орналасқан, осы мұражайымыз бір ғасырдан асқан тарихы бар екен ғимаратымыз. Ал негізінде ең алғашында 1983 жылы Әміре Сұлтанбеков деген ағаның, атаның осы бастамасымен құралған. Осы қоғамдық негізде енді ол кісі енді жаяу жалпы жүріп 3000-нан аса жәдігер жинақтаған. Бүгінгі таңда музей қорында 9553 дана жәдігер бар. Археологиялық зал ежелгі Құлан қаласының нағыз шежіресі болып табылады. Мұнда Құлан қалашығын және сол маңайдағы бекініс орындарынан қазған кезде табылған көне қазба заттар, қыш құмыралар, ыдыстар, тас мүсіндер қойылған. Таулы аймақтарда да енді тасқа түскен таңбалар көптеп кездесіп жатыр. Петроглифтер дейміз ғой. Осы ауданнан табылған, Құмарғы ауылынан табылған, енді арабша жазу жазылған, таулы аймақтардан табылған, енді бұл арабша жазу жазылған, енді бұл тасқа мешітке апарып оқытқанда имамға калима жазылған екен. Бұл жердегі тастағы мағынасы. Ал этнографиялық залдан ата-бабаларымыздың жаугершілік заманда қолданған қару-жарақ түрлері, музыкалық аспаптар, көшпелі өмір салтын ұстанған халқымыздың баспанасы, киіз үй мен оның жабдықтары, қолданған тұрмыстық заттары, қолөнер шеберлерінің бұйымдары, болашақ ұрпаққа тағылымы мол тарихтан сыр шертер өткен көне заманымыздың ізі, болмысы туралы жәдігерлер мен жазба деректер орын алған. Бұл мұражайдағы тағы да бір ерекше жәдігерлердің бірі осы ауданда Ойранды тауының бөктерінен табылған мұна қылыш. Тарих беттерінде, ол таудың бөктерінде қазақтың қолы қалмақтың бетін қайтарған жер дейді. Яғни талай қанды шайқасты көрген қылыш. Тарихи залда белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлері, еліміздің біртуарлы Тұрар Рысқұлов, сондай-ақ ірі тарихи тұлғалар мен қайраткерлер, Ұлы Отан соғыс ардагерлерінің орден медальдары мен құжаттары, еңбек озаттары жайлы деректер, ауған соғысының ардагерлері туралы мәліметтер топтастырылған. Елім деп туған ер барша түркі жұртының басын біріктіруге ұмтылған ұлы тұлға. Халқының болашағы жолындағы күрескер, отаршылдыққа қасқайып қарсы тұра білген қоғам қайраткері Тұрар Рысқұлов. 11 наурыз күні ауданға Тұрар Рысқұловтың есімі берілді. Шерхан Мұртазаның қызыл жебесін оқымаған қазақ жоқ сірә. Бірден көз алдымызға бала Тұрардың теперішті бейнесі келеді. Намыстың найзағайы жарқылдаған жебелі жанарынан еркіндік сүйгіш қазақтың мұң-мұқтажы атылатындай. Қазақтың ардақтысының болмысын мына ескерткіш ашып тұр. 2002 жылы Тұрар Рысқұлов ауданындағы орталық алаңға аудан халқының және кәсіпкерлердің демеушілік көрсетуінің арқасында халқымыздың біртуар перзенті Тұрар Рысқұловтың еңселі ескерткіші орнатылды. Жезбен көмкерілген ескерткіштің биіктігі 3,3 метр. Төрткүл дүниеге мәшһүр ұлдары мен сұм жүрек перзенті көп елдің еңсесі биік, рухы асқақ. Тұрардың табаны тиген жерді бүгінгі өрен келер ұрпақ қастерлеп өтері сөзсіз. Сталинге хат жазған айбындердің атымен аталатын ауданның тыныс тіршілігі осындай. Жақсы күнде жүздескенше аман сау болыңыз.